Var. Жаңа барлығы таныстырылды, мәселенің бәрі шешілді, біздің не үшін келген миссиямыз айтылды. Енді біздер арғарай осы екі баланың салт дәстүріменен жүрек жаңа қалаулары бірге табысқан соң, жаңа ағамыз бен жеңгеміздің сіздерге осы босағаға беріп жіберген әдемі ақ ниеті мен ақ тілегімен жіберген ақ кілемін жаюға рұқсат етіңіздер. Сүт тағып, сосын сырғалы матандырып, сырғасын тағуға рұқсат етіңіздер. Оған мінекей екі жеңгесі келіп тұр. Қазір баламызды ақ көрпесін төсей қойыңыздар. Сосын баламызды ортаға келе қойыңыздар. Осы үкісін Рая менен мына Гүлмира сырғасын тағады, Рая үкісін тағады. Біздің жұлдыздар әулетінің керемет қазір еңбегі сіңген, бір шаңырақты ұстап отырған, екеуі де қара шаңырақтың келіндері. Қолдары құтты деп есептейміз. Жиналған тойшыл қауым сізбен бізді таныстырып жатқан Айзат пен Бекзат екі жас, енді Алланың қалауымен ең бірінші, одан кейін екі жастың шешімімен бүгінгі осы күнге жаңағы салт дәстүріміз бойынша сіздердің қыздарыңыз Айзатқа сырға салуға келіп тұрған жайымыз бар. Өзім таныстырып кететін болсам, жұлдыз әулетінің келіні, Тананың қызы, Бекзаттай сіздердің болашақ күйеу балаларыңыздың жеңгесі, Айзаттай қыздарыңыздың бұйырса абысыны, есімім Гүлмира. Қазақ айтады ғой, қыз мұраты кету, жол мұраты жету деп. Сол сияқты бүгін Айзатта өзінің еліне еркелігін, балалығын тастап, бұйырса жаңағы жауапкершілігі мол, өз үйіне аттанғалы отыр. Сондықтан қадамына гүл бітсін дейміз, жолы ақ болсын дейміз. Бекзат екеуінің құрғалы тұрған шаңырағы биік болсын, үбірлі шүбірлі болсын, ғұмырлы болсын, ел сүйсінетіндей, ел қызығатындай аға мен апаның кереметтей ұлы мен қызы болып, қара шаңырақтың иесі болып, сіздерді қуантып жүре берсін. Бісміллә деп үкісін оң қолымен сақ жүрейін. Мойныма үлкен міндет алайын, бақытты күнге менде куә болайын. Бекзаттай қайнымның қалауымен сүйгеніне бриллиант сырға тағайын. Якутский бриллиант дейді қазіргі, жарқырап жақыттай біздің жұлдыздардың несі болсын. Әумин. Енді осы Айзаттай қызымызға өзінің түнексін төрт бөліп, бесігін тербеткен, ақ сүтін берген, осы Айзаттың анасына ана сүтін бергелі отырмыз, 150 мың теңге. Ана сүт табыстауға сатып. Сонан соң енді мына өлі тірісі деген болады. Өлі тірінің құнына келіп тұрмыз. Мынау енді осы бір жаңаға берген көптің кәдесі. Қазір оны Ақмарал құдағиымызға табыстаймыз. Ол өзі артынан өздері таратып берді. Мынау көптің кәдесі. Заманауи чемоданы. Сода біргілген асының басында өлі әруақтардың несін шығара берді. Шапан. Бұл енді қазір біздер ағамыз бен апамыздың барлық аманатын табыстауға рұқсат береміз. Өлі әруақтарға 7 телтегі, 7 орамалы, 7 көйлегі, Ақмарал өзегі жатасыздар, мынау 7 абай кісі. Енді мынау қоржындар. Қоржындар өзің қарап ұшасы ба? Мына ішіндегі сақтап
ақ дәмі қазір бәрін енді тағы тәттілер араңызда жаңа көріп отырған ағамның қарындастары өздері дайындаған арнайы сіздерге әкелген сый сияпаты. Қазір осы жерге келмеген, ресторанға барған. Коллективерлер соған тарата қоярсың, иә? Соның несін. Қалғандар жинады. Мынау үлкен осы үйге дәм тұздары жарасын, жекжаттық үлкен мыңжылдыққа ұлассын деп жіберген ағамыз бен апамыздың дәмі бұл үйіңізге арналған өз шаңырағыңызға. Қабылдап алыңыз. Ол кісілерде етегін тапса, жеңін таппай, жүріп бұдан артық не керек? Олардың көптен күткен қуанышы, бұны ұзақ күтті. Сол ақ түйенің қарны жарылып, енді біздерді сол осы миссияны айтып дегендерді жіберіп, қыздың күткені үлкен бақыт қой ата-анаға. үлкен бақыт. Олар да бір бақыттан басқа соны тілейсің ғой, сондығын жинайсың барлығын. Соларға берсем, солар... Амин, апа, тілегіңіз қабыл болсын. Өтен адам жоқ, бәрін де танып отырмыз, бәрін де біліп отырмыз. Құтты болсын бәріне. Амин, сіздерге де бәріміз. Құдағыздағы ләпеміз. Бұнау енді ағамыз бен апамыздың беріп жіберген сый сияпатына риза болыңыздар. Бұл енді қазіргі уақыттағы бір-бірімізге дәм тұзымыз жарасы, осындай сый сияпат борба жүрсін араларыңызда. Жақсы болсын қай уақытта да. Сондықтан енді осы неге риза болыңыздар. Мұнан чемоданнан шыққанда алтын біленді өздеріңіз бересіңдер, жақсы ма? Енді бәрі де күтіліп отыр. Бұлар бұнымен шектелген жоқ, әлде де бар.